Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Охота фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Достар, менің видеомда 82% адамдар арнама тіркелмей көреді екен. Егер сіз де тіркелмеген болсаңыз, қазақ тілді арнаны қолдап, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Афина деген бай әйел өзінің достарымен бірге аңшылық деген жобаны құрады. Бұл жоба екі топқа бөлінеді. Бірі аңшылар болса, екіншілері оның құрбандары. Әйел бөлмесінде отырып, алдағы аңшылық туралы сөйлесіп отыр. Ұшақта келе жатқанда, стюардесса бір еркектен икра жегіңіз келе ме деп сұрайды. Бірақ та еркек қарсы болды. Одан да маған шампанский құйып беріңіз дейді. Стюардесса шампан құюға кеткенде, бортта бір кісі пайда болды. Оны көрген стюардессадан басқалар да қорқып кетті. Сонда ересектеу кісі тұрып, жігітті ұстап, мен дәрігермін, саған көмектесемін деп жатқызды. Жатқызғаннан кейін ересек кісі әлгі жігіттің мойнына пышақ тығып алды. Он проснулся. А мы не можем позволить ему об этом болтать. Бірақ та еркек әлі тірі екен. Сонда салонға Афина келіп, тюфлидің каблугын жігіттің көзіне тығып алды. Осы кезде бір жолаушы, ойын әлі басталмады ғой дейді. Афина туфлиін тазартып жатып, соғыста ешкімді аяуға болмайды дейді. Ересек кісі әлгі жігітті басқа бір кабинаға алып барды. Әлгі жігіт болса әлі де тірі, және де көмекке шақыруда. Бірақ осы кабинада жатқан басқа бір қыз ес-түссіз жатыр екен. Келесі кадрда бұл қыз аузы байланған күйі орманның ортасынан оянды. Ол орнынан тұрып, қарсы беттен қолдан компас жасап жатқан бейтаныс әйелді көрді. Бейтаныс әйел бұл қызды көріп, бірақ та кері бұрылып қайтадан кетіп қалды. Ал кейін жанынан бір ер адам өткенде, қыз оның ізінен жүре бастады. Нәтижесінде қыз ашық алаңға келді, және ортада бір үлкен жәшік тұр екен. Қыз осындағы басқа да адамдарды көрді, және барлығы жәшікке қарай жақындауда. Сонда қатысушылардың бірі, бұл жәшікті ашпа, бұл бір құрылған тұзақ болуы мүмкін дейді. Бірақ та жігіт бұл жәшікті ашам деп шешті, ал басқалары тығылуда. Жәшік ашылғанда ішінен бір шошқа шықты. Онымен қоса қатысушыларға арналған қару-жарақтар бар екен. Әлгі сары қыз ауыздағы байлауды шешетін кілтті тапты, және барлығы бір-бірінің байлауларын шешті. Я не умею стрелять. А так умеешь? Да. Әзірге ешкімде не болып жатқанын білмейді. Аяқ астынан біреулері осы жаққа қарай оқ жаудыра бастады, және барлығы тығылып қалды. Сары қыз оқтан құтылдым деп қуануда, бірақ та қуанышы ұзаққа созылмады. Қатысушылардың бірі атып жатқан жерге қарсы оқ атып жүгіреді, бірақ та оны да өлтіріп тастады. Басқалардың барлығы жасырынуда. Қатысушы қыздың бірі алаңда жүгіремін деп қақпанға түсіп қалды. Оның денесіне ұшты темірлер кіріп кеткен. Молодец, готово. Ты смогла. Жігіт қызға көмектесіп жатыр. Алайда жолда келе жатып, минаны басып қалды да сол жерден мерт болды. Нәтижесінде бірнеше қатысушы қабырғаға дейін келіп үлгерді. Олар қоршаудан сәтті өтті. Алайда біреусіне жебе тиіп, бұл жерден өте алмады. Қалған үш қатысушы жанармай бекетіне келді, ал ішінде ересек жас жұбайлар бар екен. Дүкеннің иелері келген адамдар бізді тонауға келді деп ойлап тұр. Алайда қатысушылар бізге ешқандай ақша керек емес, жай ғана біздің қайда жүргенімізді айт дейді. Сонда дүкен иелері, сендер Арканзас штатындасыңдар дейді. Ал жігіт болса бізге телефон бер, полиция шақырамыз дейді. Осы уақытта бір қатысушы тәттілерді жеймін деп уланып қалды. Аяқ астынан жас жұбайлар беттеріне маска киіп, улағыш түтінді шашып жіберді. Сонда қатысушы жігіт оларды атқалы жатқанда, ересек кісі бірінші болып оны атып тастады. Және көп созбай, соңғы қатысушыны да өлтіреді. Осылайша дүкен иесі ауа тазартқышты қосып, қылмыс болған жердің барлығын жуып шайды, ал мәйіттерді басқа бөлмеге апарып тастады. Әйел адам қайтыс болғандардың бірінен неке жүзігін байқап, өзін кінәлі сезінеді. Бірақ та оны күйеуі тынышталдырып, бұл енді маңызды емес, себебі ол адам өмірде өте жаман адам болған дейді. Осылайша екеуі ұрсып жатқанда, рация арқылы біреу хабарласты. Сонда ерлі-зайыптылар келген қатысушылардың барлығының көзін құрттық дейді. Алайда рациядағы адам, сендерге тағы бір қатысушы бара жатыр, сол үшін де дайын болуларын керек дейді. Осы уақытта дүкенге Кристал деген әйел адам келді, ал ерлі-зайыптылар оны жақсы қарсы алды. Әйел бір пачка темекі алып, өзінің қайда жүргенін сұрайды. Сатушы әйел қалған ақшаңды аласың ба дегенде, Кристал дереу күдіктеніп, оларға шабуыл жасады. Қатысушы кассаның астындағы қаруды алып, алдымен еркекті, кейін әйелді өлтіреді. Сигареты в Арканзасе стоят 6 баксов. Так что ты облажалась, дрянь! Кристал дүкенде тексеріп жүріп, басқа да қатысушылардың мәйітін көрді. Әйел бірнеше оқ-дәріні алып, басқа да керек заттарды қалтасына салды. Қыз күртешесін дүкенде қалдырып, өзі сыртқа шықты. Және сырттағы көлікті көріп, оны тексеруді шешті. Алдымен көлікте басқа номер тұрғанын білді.
Осыдан кейін қыз жұқа жіпті байқады, және бұл жіп көліктің есігі мен жарылғыш затты байланыстырып тұр екен. Осы кезде қыз рациямен біреудің сөйлегенін естіп, шөптің артына тығылды. Дүкендегі ерлі-зайыптылардан хабар болмағандықтан, Кристалды өздері іздеуге шығып, ұйымдастырушылардың жіберген дроны айналаны қарай бастады. Кенеттен бір еркек дронды атып тастады, және көлікке қарай жақындауда. Сонда қыз шығып оны тоқтатты, және көлікте жарылғыш зат бар екенін айтты. Және Кристал еркекке: "Сен дронды атып өте ақмақтық жасадың. Енді ұйымдастырушылар біздің қайда екенімізді анық біледі" дейді. Кристал бұрын байқаған темір жолға қарай бағыт алды, ал еркек болса оның ізінен еріп келеді. Жолда еркек өздерінің мұнда қалай пайда болғаны туралы өзінің ойын айтты. Еркек айтады: "Адамдарды ұрлап кететін топ бар екенін естігем" дейді. Бірақ та Кристал бұл нәрсеге аса сене қоймады. Кенеттен олар келе жатқан поезды көрді, және бір вагонға секіріп, ішінде қашып жүрген босқындарды көрді. Сонда еркек бұл адамдардан күдіктеніп, бұлар өтірік істеп тұр дейді. Бірақ та босқындардың ешқайсысы ағылшынша білмейді екен. Ал босқындарды көрген Кристал болса, басқаша ойлап тұр. Аяқ астынан поезд тоқтады, және поезды әскери полиция тексеруге алды. Осылайша қатысушылар да, босқындар да офицерге өз еркімен берілді. Еркек полицейлерге өздерінің қашқын америкалық екендерін айтқысы келді. Бірақ та офицер оларды түсінбей, жай ғана кетіп қалды. Осы уақытта босқынның біреуі еркекпен ағылшынша өте еркін сөйлей бастады. Ол айтады: "Осындағы жалғыз әртіс менмін, және сен тыныштал" дейді. Алайда қатысушы бұған жауап ретінде қолындағы гранатаны әлгі еркектің шалбарына тығып жібереді. Осыдан кейін Кристалды сұрақ жауапқа әкелді, және қызға құжаттарынды көрсет дейді. Бірақ та Кристал өзінің қайда екенін сұрай береді. Алайда ешкім жауап бермегенмен, қыз өзінің қайда екенін жайменен біліп алды. Осылайша қыз өзінің Хорватияда екенін білді. Сонда қыз Америка поселогына хабарласайық дейді. Бірақ та оның орнына тағы да бір қатысушыны әкелді. Бұл кісінің есімі Дон. Ал кейін екеуі де ашық далада тамақтануға шықты. Донның ойынша, олардың бұл жерде пайда болуы алдыңғы еркектің айтқанымен бірдей. Осы кезде Америка өкілеттілігінен адам келіп, оларды көлікпен алып кетті. Жолда Дон өздерімен болған оқиғаның барлығын айтты. Ал бұны естіген мемлекет өкілі: "Сендерге аңшылық жасаған адамды ұстау үшін полицияға хабарласамыз" дейді. Сонда Кристал бұл кісіден күдіктеніп, оны теуіп далаға шығарып жіберді. Кейін рөлге отырып, әлгі еркекті тағы да басып кетті. Ал осыдан кейін жерге түсіп, оның қаруын алып алды. Бұны көрген Дон қатты қорықты, және қызға ашуланып ұрса бастады. Ал кейін багажникті ашқанда, ішінде тағы бір қатысушының денесі жатыр екен. Господи Иисусе. Нет, это Гарри. Көлікті тексеру барысында картаны тапты. Донның ойынша тірі қалған тек екеуміз деп ойлайды. Сонымен қатар Дон көлікті пайдаланып қашып кетейік дейді. Бірақ та қыз қарсы. Себебі картаны пайдаланып, бізге аңшылық жасаған адамдарды тауып, олардан кегімізді алуымыз керек дейді. Осы уақытта аңшылар бункерде отырып әңгімелесуде. Аңшылардың бірі сарбаз екен. Ол басқаларына тиыш болуымыз керек дейді. Бірақ та басқалары бұған тек қана күле береді. Аяқ астынан рациядан Афинаның даусы шығып, барлығына тиышты алыңдар дейді. Осы кезде аңшылардың бірі орманға шығып қажеттілігін өтегісі келді. Бұл аңшыны Дон шошқамен алаңдатып жібергенде, Кристал артынан келіп оны өлтіріп тастайды. Бункердің ішіндегі аңшылар сырттан күдікті дауысты естиді. Сонда сарбаз басқаларға не істеу керектігі туралы инструкцияны берді. Аңшылардың барлығы қорқып тұр. Сонда Дон ішке шошқаны жібереді, ал барлығы оны ата бастады. Осы кезде Кристал бір еркекті атып тастады, және басқаларға да шабуыл жасайды. Қатысушы қыз әуелі солдатты атып, кейін қызға шабуылдайды. Нет, я ни при чем, я... Осыдан кейін Кристал бір еркекпен қаруға таласып қалды, және аңшы оның оқтарын алып үлгерді. Алайда қаруды алған Кристал тағы бір оқты тауып, еркектің шаруасын тындырды. Осыдан кейін қатысушы қыз бункерден қашып баратқан аңшыны өлтіреді. Осылайша қыз барлығының көзін құрттым деп тұрғанда, сарбаз оған шабуылдайды. Кристал жоғарыда тұрған тақтайды алып, сарбазды қатты ұрады, бірақ та оны өлтірмеді. Аңшылардың арасында бір қыз тірі қалған еді. Кристал ол қызды да өлтірмекші болды. Бірақ та Дон келіп қалды. Кристал Донға: "Мына әйелден біз мұнда не істеп жүрміз" деп сұра дейді. Бірақ та әйел мысқылдап жауап береді. Сол үшін де Кристал оны өлтірмекші болғанда, Дон оны тоқтатып: "Бұл бар жоғы әйел емес пе" дейді. Бірақ та соңында Кристал бұл әйелді де өлтіріп тастады. Дон қатты қорқып тұр. Кенеттен рация арқылы Афина шығып, Кристалды ұстадыңдар ма деп айтады. Сонда Кристал Донды да аңшылардың бірі деп ойлап, оған қару кезеңді. Что происходит?
Ответь ей. Дон өзін аңшы емеспін деп дәлелдегісі келді. Алайда қыз бәрібір де Донның көзін құртты. Осыдан кейін Кристал рацияны алып Афинаға Донды өлтіріп тастағанын айтты. Және менің адамдарым көп ұзамай осында келеді дейді. Осыдан кейін қыз сарбаздың қасына барып Афинаны орналасқан жерін айт дейді. Ал сарбаз сатқын емеспін дегенде Кристал оның жарасын одан сайын ауыртып, ақыры Афинаның қайда екенін біліп алды. Ал сосын көп созбай сарбаздың да көзін құртты. Осыдан бір жыл бұрын Афина гендиректор болып компания басшысымен кездесті және олар аңшылық тақырыбында әңгіме қозғады. Бірақ та Афина бұл жай ғана қалжың дейді. Ал компания қожайыны болса, бұны қалжың деп қабылдамайтындары да бар дейді. Ер адам бұл шаруаның компанияға кері әсер етуі мүмкін дейді. Сол үшін де Афинаға қызметіңді босат дейді. Сонда Афина ашуланып, мені кінәлап жүрген кімдер деп сұрайды. Ал бірнеше күн өткен соң Афина өзінің группасымен аңшылық жасауға арналған адамдарды қарап отыр. Ал экранға Кристалдың суреті шыққанда, Афина бұл қыз менің ең басты жауым болады деп есептеді. Осыдан кейін Кристалдың бай адамның үйіне келгенін көреміз және дарбазаға жақындайды. Сонда Афина домофон арқылы қызға қаруыңды осы жерге таста, немесе тұрған жеріңде жарып жіберемін дейді. Қатысушы қаруын тапсырып, есік арқылы ішке де кірді. Ішке кіргенде қыз аңшылыққа қатысқан барлық адамдардың суреттерін көрді. Ал Афина болса ас үйде кешкі ас дайындап, Кристалды күтуде. Афина Кристалдан Донның шаруасын тындырдың ба деп сұрайды. Бірақ та Донның аңшылардың құрамында болды ма болған жоқ па оны айтпады. Кейін екеуі Афинаның аңшылық операциясын не үшін жасағаны туралы сөйлесті. Сонда Кристал күліп жіберді. Өйткені аңшылық туралы жасалған операция түк күйде тұрғысыз нәрсе үшін болған еді. Оған қоса Кристал, мен сен іздеген адам емеспін дейді. Себебі Афинаны жұмыстан шығарғысы келген әйелдің аты жөні біздің басты кейіпкер Кристалдың аты жөнімен бірдей екен. Шындықтың беті ашылғаннан кейін Кристал қолына пышақ алып Афинаға шабуылдайды. Афина да өте жақсы төбелеседі екен. Сонда Кристал қолына түскен заттың барлығын лақтырды. Оның ішінде ең қымбат шампанский да бар екен. Бірақ та Афина оны қағып алып сақтап қойды. Ал осыдан кейін Кристал тепкенде соққыдан Афина келесі бөлмеден бірақ шықты. Сонда Афина қолына қару алып, баспалдақ арқылы Кристалдың ізінен қуды. Осылайша екеуі қаруға таласып қалды. Аяқ астынан Кристал Афинаны теуіп баспалдақтан құлатады және ізінен өзі де секірді. Афина қолына пышақ алып соққы жасайды. Афина пышақтың бір ұшын тыққанымен, Кристал Афинаны өзіне тартып, пышақтың екінші ұшын өзіне тығады. Нәтижесінде аңшы Афина басқа біреуге шабуыл жасағанын біліп өліп кетті. Осыдан кейін Кристал жарасын танып, Афинаның киімін киеді және қолына қару мен өте қымбат шампанскийді алып, Афинаның жеке ұшағына қарай бағыт алды. Ұшаққа кіргеннен кейін қыз ұшқыш пен стюардессаны қарумен қорқытып, мен сендердің басшыларыңды өлтірдім, енді мені үйіме жеткізіңдер дейді. Енді орындықта отырған Кристал стюардессаға бұл шампанскийдің дәмі неткен керемет еді деп айтады. Достар, егер бейне ұнаған болса, дәл осы жанрдағы бұдан да керемет фильмді көруді ұсынамын. Ол фильмде басты рөлді Юрий Бойко атымен танылған Скотт Эткинс ойнайды. Ал фильмді көру үшін экранға шыққан суретті бассаңыз жеткілікті. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.